Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ақмарал. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұмсақ болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламын. Ол үшін маған ұн, қопсытқыш, бір жұмыртқа, қант, бөлме температурасына еріген сары май керек. Ұнымыз бен қопсытқышымызды екеуін бірге араластырып қоямын. Енді бос ыдысымызға жаңағы майымызды, қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламын. Оның үстінен ұнымызды саламын, електен өткізіп аламыз. Сол кезде біздің қамырларымыз жақсы шығатын болады. Міне біздің крошкамыз дайын, оған бір жұмыртқаны салып, қазір қамыр илеймін. Қамырымызды біріктіріп илеп, сондай жүп-жұмсақ қамыр болады ол. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямын. Дайын болған қамырымызды алып, екіге бөлдім. Астына жайып салатын қамырды кішкене үлкендеу қылдым. Енді қамырымызды кішкене ұн сеуіп, осылай жайып алатын боламын. Міне жайып дайындаған қамырымызды осылай формаға салдым. Менде форманың размері 28. Ішіне жақсылап жан-жағындағы бортиктерін бәрін шығарып, жақсылап қамырымды салып, жайғастырдым. Егер де жан-жағында бортиктері кішкене болып қалса, жаңағы бірінші қалдырған қамырымыздан алып қойсаңыздар болады. Мен солай өзім жасадым. Жаңағы қамырлардың барлығын жақсылап жасап шықтым. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. Начинкамызды ол үшін мен 600 грамм творог алдым. Оған 3 жұмыртқа салдым. Бір жұмыртқаның осылай сарысын алып қалдым. Оны қазір бетіне жаққанға керек. Енді қантымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластыруымыз керек үшеуін. Дәл жаңағыдай етіп, енді бетіне қоятын қамырды жайып аламыз. Оның размерін мен 28 етіп жайып алдым. Енді пирогымыздың ішіне дайын болған начинкамызды саламыз. Салып, ішіне біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Міне осылай екінші қамырды алып, бетіне қойып, жан-жағының барлығын біріктіріп шықтым. Осылай әдемілеп біріктіріп шықсаңыздар, қазір піскен кезде аккуратный болып әдемі шығады. Пирогымыз әдемі қып-қызыл болып шығу үшін жаңағы жұмыртқаның сарысын бетіне біркелкі етіп, әдемілеп жағып шықтым. Енді міне дайын, қызып тұрған духовкамызға салып, пісіріп алсақ болады. Міне осындай әдемі қып-қызыл болып пісті. Дайын болған пирогымыз бірден формасынан шығармаймыз. Оны 2-3 сағатқа суытып, сосын бар формадан шығарып, кесетін боламыз. Ал осындай әдемі дәмді шығады, ас болсын.